Сәлем құрметті достар, сіздермен мен Құлфар Азизов. Бүгінгі видеода біз Қазақстанда қарқын дамып келе жатқан жаңа спорт түрімен танысатын боламыз. Каналымызды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазіргі таңда Қазақстанда қарқын дамып келе жатқан жаңа спорт түрі ол армлифтинг. Армлифтинг ағылшын тілінен арм қол және лифтинг көтеру деген мағынаны береді. Армлифтинг спорт түрі білек бұлшық етінің күшімен тығыз байланысты болып табылады. Армлифтинг тарихы сонау 1920 жылы бастау алады. Әлемге әйгілі құдіретті лақап атқа ие әйгілі неміс спортшысы Герман Хорнер өз өнерін әлемге паш етіп жүргенде рекордтық 330 келі салмақты бір қолмен көтеретін болады. Сол жерден бастап дүние жүзі бойынша бір қолмен штанганы көтеруден әртүрлі жарыстар және сайыстар өтіліп бастайды. Қазіргі таңдағы армлифтинг тарихы 1993 жылы Iron Man фирмасының Rolling Thunder тренажерін патенттеуінен бастау алады. Қазіргі таңда армлифтинг басқа күш спорттарымен бірге бір турнирлерде Қазіргі таңда армлифтинг басқа да күштік спорт түрлері пауэрлифтинг, бодибилдинг, стритлифтинг сынды спорт түрлерімен бірге халықаралық турнирлер, әлем кубоктері және әлем чемпионаттары бүкіл дүние жүзі бойынша қарқынды дамуда. Армлифтинг спорт түрінің ерекшелігі сыртқы келбетке қарап кімнің жеңімпаз болуын анықтау өте қиын болып табылады. Ал енді армлифтинг түрлеріне келетін болсақ, бірінші түрі ол Аполлон аксель. Аполлон аксельдің кәдімгі штангіден айырмашылығы оның диаметрі 50 мм. Олимпиадалық спорт түрлерінің штангілерінің размері 30 мм болып табылады. Екінші түрі ол Rolling Thunder. Бұл снаряд өз осі бойымен айналатын 60 мм горизонталь тұтқа. Келесі түрі ол Silver Bullet. Ағылшын тілінен күміс оқ деген мағынаны береді. Бұл жаттығудың басты мақсаты 2,5 кг снарядты эспандермен қысып уақытқа ұстап тұру. Ерлер үшін көк 3-4 және әйелдер үшін көк 1 және 2 қолданылады. Армлифтингтің келесі түрі ол Saxon бар. Бұл жаттығудың басты мақсаты 4 бұрышты пішінде 80 мм грифті ұстап салмақты көтеру. Бұл жаттығуға жақын тағы бір түрі бар, ол Двурукий щиповой хват. Бар айырмашылығы бұл жерде грифтің орнына тұтқа қолданылады. Армлифтингтің келесі түрі ол хап деп аталады. Бұл жаттығудың басты мақсаты 76 мм домалақ тұтқаны саусақ ұшымен ұстап көтеру керек. Армлифтингтің келесі түрі ол Экскалибур жаттығуы. Экскалибур жаттығуы 60 мм вертикалды тұтқада орындалады. Бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, қолдап кетуді ұмытпаңыз.